Қайырлы күн сұлулар, сіздермен арайлым, дәруменге бай, пайдалы салат дайындап көрсетемін. ПП-да жүрген қыздар кешкі ас ретінде пайдалансаңыздар болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ең алдымен салатный листьяны жақсылап жуып, кептіріп, тарелкамызға саламыз. Кез келген салат заправкамен дәмді шығады, Енді салаттың заправкасын дайындаймыз. Бөлек бір ыдысымызға оливковое масло, бал, лимон шырыны, паприка және сушеный базилик салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы жерге мятаның 3-4 жапырағын майдалап турап, заправкамызға қосып, тағы да бір рет жақсылап араластырамыз. Дайын болған заправкамызды салатный листьяның бетіне сеуіп шығамыз. Авокадомызды турап орналастырамыз. Сондай-ақ помидорларымызды да турап, авокадоға қарама-қарсы орналастырамыз. Енді пашот жұмыртқасын жасаймыз. Бөлек бір ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Қайнап тұрған суымызға жұмыртқамызды салып, пісіріп аламыз. Жұмыртқамыздың ақ уызы піседі, сары уызы ағып тұратын болады. Пашотты осы салаттың ортасына орналастырамыз. Және кескен кезде міне сарысы ағып тұрады. Ол да бір салатқа әдемі дәм береді. Салат өте тойымды, пайдалы. Жасап көріңіздер, маған өзіме өте қатты ұнайды. Кешкі ас ретінде де мен қолданамын. Назарларыңызға рахмет.